Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге Қазақ Ньюс апта жаңалықтар легін ұсынамыз. Путиннің Қазақстанға не үшін келгені белгілі болды. Аудандар мен облыстық маңызы бар қала әкімдерінің сайлауы қалай өтті? Тәрбие ұлттық, білім жаһандық болуы керек. Шетелдік автокөліктерді заңдастырудың аяқталуына 2 айдан аз уақыт қалды. Қазақстан мен Қытай арасында 30 күнге дейін визасыз режим күшіне енді. 9 қарашада Ресей президенті Владимир Путин Қазақстанға ресми сапармен келді. Астана әуежайында оны Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев күтіп алды. Сағат 13:00-ге жоспарланған салтанатты түрде қарсы алу рәсімі Ақорда резиденциясында сағат 1:45-те басталды. Негізі бұған дейін мәжіліс кулуарында премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғарин журналистердің Путиннің Қазақстанға не үшін келе жатқаны туралы қойған сұрағына жауап берген болатын. Министр бизнестегі проблемаларды талқыланатындығын айтты. Одан бөлек форумда ауыл шаруашылығын цифрландыру және ауыл шаруашылығындағы жастар мәселесі көтерілетіндігін мәлім етті. Қазақстанда 5 қараша күні алғаш рет пилоттық аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардың әкімдерін сайлау өтті. Бұл сайлауға 42 аудан мен 3 облыстық маңызы бар қала енді. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше 1553 сайлау комиссиясы 17 облыстық, 3 қалалық, 42 аудандық және 1491 учаскелік сайлау комиссиялары жұмылдырылған. Білім инновация халықаралық қоғамдық қорының президенті Дархан Өте білім инновация лицейлерінің сапалы білім беру сырымен бөлісті. Іс-шара барысында журналистерге білім инновация халықаралық қоғамдық қорының 30 жылда жеткен жетістіктері ұсынылды. Атқарған жұмыстар тереңірек таныстырылып, көкейдегі сұрақтар қойылды. Құндылықтарға негізделген білім берудің мақсаты да осы. Бізге оқушыларымызға өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз бойына сіңіру арқылы сол оқушыларымызда отан сүйгіштікке, патриоттыққа тәрбиелеу. Яғни ол балалар қанша жерден халықаралық нарықта мықты маман болса да, өз елін жақсы көретін, сүйетін қазақтың сондай мықты бір туар азаматтар болып қалыптасуы мақсатында осы тәрбие жұмыстары жасалып жатыр. Алтынбек Жамалиев бір реттік заңдастыруды ескере отырып, автокөлік иелеріне 2023 жылдың 1 шілдесіне дейін заңдастыруға берілген өтінімдер ағымдағы жылдың 31 желтоқсанына дейін ғана қаралатынын хабарлайды. Ішкі істер министрлігі ағымдағы жылдың 23 қаңтарынан 30 маусымға дейін елімізге 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін әкелінген шетелдік автокөліктерді заңдастыруға өтінімдер қабылдады. Нәтижесінде барлығы 237 мыңнан астам шетелдік автокөлік заңдастырылды. Бір реттік заңдастыруды ескере отырып, автокөлік иелеріне 2023 жылдың 1 шілдесіне дейін заңдастыруға берілген өтінімдер ағымдағы жылдың 31 желтоқсанына дейін ғана қаралатындығын хабарлаймыз. 10 қарашада Қазақстан мен Қытай арасында визасыз режим күшіне енді. Екі жақ қол қойған келісімге сәйкес Қытай және Қазақстан азаматтары көрші елде шекарадан өткен күннен бастап 30 күнге дейін визасыз бола алады. Жалпы 180 күн ішінде визасыз 90 күннен артық жүре алмайды. Осы келісімнің 1 бабына сәйкес екі елдің азаматтары жеке істерді, туризмді, ем қабылдауды, халықаралық тасымалдарды, транзиттік, сондай-ақ іскерлік мақсаттарды жүзеге асыру үшін визалық талаптардан босатылады. Апта жаңалықтар легі осы. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақньюс.kz сайтынан оқи аласыз. Келесі жүздескенше.